Жай бөлшектерді және аралас сандарды көбейту. Жай бөлшектеріміздің түрінде мынандай болсын. Бұндай жай бөлшектерді көбейткен кезде алымын алымына, бөлімін бөліміне көбейте саламыз. Сонда бізде пайда болады мынандай бөлшек 21-ден 2. Жай бөлшектерді көбейткен кезде бұл жерде қарапайым алымын алымына, бөлімін бөліміне көбейтесіздер. Ең соңында тексересіздер, бөлшекті қысқартуға бола ма деп. Біздің жағдайда мына жерде бөлшек қысқармайды, осылай қалдырамыз. Сонда жауабы бізде 21-ден 2 болады. Келесі, бөлшекті натурал санға көбейту. Мысалға 3-тен 2 көбейтілген 5. Бұл жағдайда мына 5-тің онда натурал санның астына былай 1-ді жазасыңдар қосып бөліміне. Енді бұл бөлшектерді көбейтесіздер, мына үстіндегі бөлшектерді көбейткендей алымына, бөлімін бөліміне көбейтесіздер. Сонда бізде шығады 3-тен 10. Болды, көбейтіп болды ғой. Енді мына жерде қарасаңыздар, бізде бұрыс бөлшек пайда болды. Бұрыс бөлшекті аралас санға айналдырасыздар. Бізде 10-ның ішінде 3-тен 3 бар. Демек 3 бүтін болады. Астындағы 3 қалады. 3-ті 3-ке көбейтсеңдер 9 болады. Ар жағында 10-ға бізде біреу жетіспей тұр. Демек қалдық 1-ге тең. Есеп аяқталды. Келесі аралас сандарды көбейту. Мысалға аралас сандарымыздың түрі осындай болсын. 2 бүтін 3-тен 1 көбейтілген 5 бүтін 4-тен 3 тең. Бұл жерде аралас сандарыңды айналдырасыздар бұрыс бөлшекке. Екеуінде айналдырайық, сонда бізде 2 бүтін 3-тен 1 бөлшегіміз бұрыс бөлшек түрінде былай жазылады. Сонда 2-ні 3-ке көбейтесіңдер, 1-ді қосасыңдар, сонда болады бізде 7. Ал бөліміндегі 3-ті жазып қоясыңдар. Екінші бөлшекті де бұрыс бөлшекке айналдырасыңдар, сонда бөлімі 4 болады. 5-ті 4-ке көбейтесіңдер 20, 20-ға 3-ті қосасыңдар, сонда болады 23. Болды. Ары қарай жай бөлшектерді көбейткендей алымын алымына, бөлімін бөліміне көбейте саласыңдар. Сонда астында 3 пен 4-ті көбейтесіңдер, сонда болады 12. Ал алымында 7 мен 23-ті көбейтесіңдер. Болады бізде 161. Ары қарай қарасаңыздар, бізде мына жерде бұрыс бөлшек пайда болды. Осы бұрыс бөлшекті айналдырасыздар аралас санға. 13 бүтін болды.